үйіңізде пияздан басқа ештеңе қалмады ма? Онда мынандай дәмді, тәтті шаймен бірге ішіп жеп қарынды тойдыратын тіске басар дайындайық. Пиязымызды аламыз, жақсылап тазалап жуып алғаннан кейін домалақшылап осылай кесіп алатын боламыз. 2 пияз болса болғаны. Енді кесіп алған пиязымызды дөңгелекшелерін бөлек-бөлек алып, барлығын осылай жасап алатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің де көптеген бұдан да басқа видеоларым бар. Салаттар, тәтті торттар, кешкі тамақтар. Міне, пиязымызды үлкендеу ыдысқа алып, бетіне жарты шай қасық тұз, дәміне қарай дәмдеуіштер қосып, паприка болса паприка қосып, міне, осылай. Мен паприка жоқ болды, сол үшін әртүрлі дәмдеуіштер қостым. Міне, дәл осылай араластырып шығатын боламыз. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны алып, ыдысқа құямыз, жарып. Үстіне 2 ас қасық қант салып, үстіне жарты шай қасық тұз қосамыз, аздап. Үстіне 1 бокал су құямыз, 150 мг. 3-4 ас қасық ұн қосып, жақсылап венчикпенен араластырып, біркелкі масса жасайтын боламыз, сұйықтау. Міне, жаңа дайын болған пиязымызды ұнға жақсылап аунатып аламыз да, сұйық тұрған тестамызға осы пиязымызды салып, батырып, қызып тұрған майда 2 жақ бетін қып-қызыл болғанша аударып пісіріп алатын боламыз. Небәрі 2 минут жетеді, 4 минут. Міне дайын. Таңғы асқа немесе түскі асқа ештеңе болмаған кезде осыны дайындап жесеңіз болады. Ас болсын,